Assalomu alaykum. Bugungi temamiz erkeklarga arnalgan kichkina qaltis tema. Erkeklarda erkeklikdan qoldirib turgan bir balay bor qo'y, prostata adenomasi degan. Sol tema turali kichkina biletimni sizlarga aytib o'tayin. Сол uchun mana videoni ko'ruvdan oldin jon-joningizda lishniy odam bo'lmagani durust. Hozir ko'plar biladi, u sekret emas. Urologga borib, ortidan savsaq urdirib yurganlar ko'p. Ol temani qo'ldamay, mana temani qo'ldagan durust bo'ladi. Сразу aytayin, allergiyasi bor odamlarga, kichkina psixologический neurovenочный odamlar bo'lsa, mana metod to'g'ri kelmaydi. Qo'yатын jer anus bilan mashonkaning o'rtasida pромежность degan jer bor. Где-то расстояние 10 или 15 сантиметр anusdan pромежностьga дейін. Endi былай грубый qilib aytsak, ko't pен аяқты o'rtasındagi dostoinство бар ғой, аппарат. Соның o'rtasында жер бар. Осы жерге мына бал арадан 4 штук қойсаңыздар, шақтырсаңыздар, вообще достоинствоңыз аяқты o'rtasındagi зім болып кетеді. Звер болып кетеді. Ол бол дегенім емес, бір рет шақтырдыңыз болды деп. Жоқ, арабта 2 рет, 1 рет шақтырып тұрғаныңыз жақсы 4 штуктан. Өзінің курс лечениясы бар. Бірақ мен айтарым, көптер может айтатын шығар, өзім шақтырып көрдім ба деп. Я, мен әрбір видеоны біліп қойыңыздар. Әрбір видеомды өзім істеп көргеннен кейін сіздерге сол видеоны түсіремін. Өзімге лично өзім қойғам. Үйде әкем бар, жас үлкен. Оны бір рет простата аденомасы қатты ісіп кетіп еді. Барып урологқа УЗИге түсіріп келіп еді. Маған айтқаннан кейін мен 4 ары қойдым. Сол арыны қойдырып 1 аптадан кейін бе, 2 аптадан кейін қайтадан осы урологқа барып тексертірсе, простатасы вообще жоқ болып кеткен ғой. Врачты өзі таң қалыпты ғой. Не істедің, қайтадан сұрады. Сол үшін тек қана простатаны емес, көп нелерді шешеді мына проблемаларды. Сол үшін мына методты қолдап көріңіздер. Қайтадан айтам, аллергиясы бар адамдар бұл метод тура келмейді. Кейін әрбір адамды жаныға өзі жауап береді. Бұл совет емес. Бұл просто өзімді опытыммен сіздерге делиться етіп жатырым. Болысып жатырым. Істейтіндер болса, желаниясы болса, істесін. Мен өзімді табип емеспін, или апитерапевт емеспін. Чисто үйімде мана аралар бар, ұялары бар. Өзім практикадан өткізгенім үшін сіздерге айтып жатырым. Жақсы, сау болыңыздар. Алла Тағаладан сіздерге шифа берсін. Аман болыңыздар. Егер де видео ұнаған болса, лайк пен подписканы баса беріңіздер, аямай. Мен сіздерге көп полезный видеолармен болсам, Алла берсе.